Ассалаумағалейкум. Алейкум ассалам. Құдай жоқ деп неге қойдың? Бұл деген андай ғой, балық аулайтын не ғой, қармақ қой. Қармақ. Мұсылмандар сонда балық иә? Мұсылмандар бар, христиандар бар, юдейлер бар, кім бар тағы? Сен мысалы қайсысына кіресің? Сен түсіп қалдың қармаққа. Мұсылман. Міне мұсылман болсаң қармаққа түсіп қалдың сен. Жоқ, жарайды енді. Бірақ менде мынандай сұрақта, әркімнің өзінің сенімі бар ғой, дұрыс па? Мысалы мен Құдай бар деп ойлауым мүмкін. Сен Құдай жоқ дейсің. Сен Құдай жоқ деп қоюың, мысалы біреудің көңіліне тиюі мүмкін. Мысалы мен көңіліме тиді, сол үшін кіріп отырмын ғой. Жарайды, жақсы. Сен көңіліңе тиеді. Енді мен тұратын районда Аллах бар деп немен микрофонмен айғайлайды. Бүкіл районға күніне 5 рет. Мен мешітке барсам бола ма, көңіліме тиесіңдер деп? Жоқ, Құдай бар деу көбірек сенімге келеді ғой, чем Құдай жоқ деуден гөрі. Жоқ, сенің жұмысың ғой, ол сенесің ба, сенбейсің ба? Мысалы, күніне 5 рет айтады микрофонмен. Сендер, біз бәріміз, Аллаға сенбейтіндер бәріміз жиналып мешітке барсақ бола ма? Сендер неге бізді наглую қорлайсыңдар? Мен жарайды отырмын да мына жерде, тиктокқа кіретін адам кіреді, кірмейтін адам кірмейді. А сендер кәдімгі микрофонмен айғайлайсыңдар да, что за наглость деймін да? Өйтіп қоймасай. Жоқ, сен өз жағыңды ойламайсың ба? Сен біреуді тапит ете бересің, саған ешкім ештеңе айтпау керек па? Сонда сендер ғана айту керек, басқалар тыныш отыру керек па? Сен соны ойламайсың ба? Неге өзіңді басқаның орнына қойып көре алмайсың? Неге сен өзіңді ғана ойлайсың? Ол дін деген, мысалы, ол сен сенбейсің да, ол біз сенеміз ғой. Сен сене бер, оны не айғайлап айтасың бүкіл районға? Мен айғайлап айтып отқан жоқпын. Айтып отыр, мешітте барып айтпайсың ба соны? Ол енді мен үшін истина ғой. Сен үшін истина болса, біз үшін истина емес қой. Бізге не оны пиғат етіп отырсың? Біздің көңілімізді, жарайды, сенің көңіліңді, сен өз көңіліңді өзің ойлайды екенсің да. Біздің көңілімізді кім ойлайды сонда? Ол енді ысқақ дін деген ол асыл зат. Ислам ол асыл. Сен үшін асыл шығар, ол басқа үшін неге асыл болу керек? Астафыралла. Астафиралла емес, сен элементарный нәрсені түсінбей тұрсың да, тек қана өзіңнің жағдайыңды ойлайсың, басқаға келген кезде қойғаның бар да. Енді мен үшін басқа діннен басқа ештеңе мен үшін жоқ қой, мысалы. Жоқ болса жүре берсейші, сен жоқ болса өзің жүре бер. Басқа біреулерге неменеге ренжисің? Сенің айтқаныңмен бәрі келісіп өмір сүру керек па? Сонда атеист несің? Получается, Құдай жоқ. Иә. Неге сол ойлайсың? Сенде доказательство жоқ па, брат? Бар. Реально ғой, Құдай жоқ, бар, ол доказательство жоқ па? Именно сенің Құдайың жоқ екені доказательством бар. Исламофобсың ба сонда? Жоқ, именно сенің Құдайың туралы айта аламын, ислам туралы. Христиан болсаң, христианның туралы айтып берейін саған. Білмеймін, осылай өтірік бір жақсы кейіпкердің. Сонда сенің Құдайыңды жоқ дегендердің, сенің Құдайыңды жоқ дегеннің бәрі исламофоб па? Жоқ, ысқақ айтып тұрмын ғой. Осындай жақсы кейіпте ұстап сендер не өтірік, бірақ на самом деле исламофоб сияқтысыңдар. Исламофобияның анықтамасын берші, кімді исламофоб деп айтамыз? Мысалы, сендер фокусты көбінесе сол мұсылмандарға қоясыңдар. Өтірік емес қой? Солар исламофобтар ма? Фокусты қою деген қалай болады? Қазір мен саған мұсылман кір деп сен шақырдың ба? Давай өтірік соқпай қойып бір-бірімізге. Енді шын отырып қой, әңгімелесіп отырып. Сендер көбінесе сол айтады. Мұсылмандар жек көретін сияқтысыңдар. Қара да, мұсылмандар жек көретін шығарсың. Барсақ сендерде. Қара, мұсылмандарды жек көретін сияқтысың деп. Сен өзің кіресің, қара. Сен өзің кіресің, өзгеше ойдағы адамдардың аузын жапқың келеді да. И еще өзің ренжисің, неге сен бізді жек көресің деп. Сен ешкім жек көрмейді, мысалы, мен сені танымаймын ғой, не үшін жек көруім керек мен сен? Сен жек көресің, сен танымайтын адамдарыңды жек көресің. Мен айтқан жоқпын жек көрем деп.
Атеистерді жек көресің бе? Атеистерді жек көрмеймін. Молодец. Молодец. Еврейлерді? Ол сұрақ енді өзің білесің ғой, ол сұрақ глубокий сұрақ қой. Қалай глубокий сұрақ? Сен бүтіндей бір ұлтты жек көресің ғой, олар нейтральный қарауың керек қой саған. Саған жамандығы өткен адамдарды сен жек көруің мүмкін да, жақсылығы келген адамдарды жақсы көруің мүмкін, бірақ сен нейтральный қарауың керек қой, басқа қатысы жоқ адамдар. Сол үшін айтып тұрмын ғой, глубокий вопрос деп. Мысалы мен еврейді бір нәрсе істе деп барлық еврейді жек көріп кетпеу керекпін ғой мен. Дұрыс айтасың. Сен сразу айтпайсың ба солай? Мен ол жек көремін деп айта алмаймын. Мен нейтральный оларға. Маған еш жамандық өткен жоқ. Сол сияқты, сол түсін, сен әртүрлі алуан түрлі қоғамда өмір сүресің. Сенің құдайыңа сенбейтін адамдар бар. Сен оларға дұрыс қарауың керек. Олар да өз пікірін айтады. Оларда сен қалай Алла бар деп уағыз айтып отырсың, олар да өз пікір туралы, өз сенімдері, өз ойлары туралы айтып отыруы керек. Сен оларды не деп қабылдамасай, жаман деп. Мен түсінемін, Ысқақ, мен сенің қазір айтып отқан барлық зат түсінемін. Өстіп эфир ашып отқан, конечно, имеешь право. Өте дұрыс деп айтсайшы, мына эфир ашып отқаның өте дұрыс деп айт. Өте дұрыс деп айта алмаймын. Айтуың керек. Сен мысалы осындай мәселелер арқылы дінді сен талқылауың керек. Жоқ, кейбір мәселе, кейбір сенің айтып отқан заттарың, үйретіп жатқан заттарың дұрыс шығар, может быть, но бірақ сен исламофобсыңдар. Мен прям стопудово уверенмін ше, айта енді, мына адамды исламофоб деп айтам деп анықтамасын берсей сен. Просто комментарий керек қойшы, мен мысалы оларға дым деген жоқ, мен комментарийға кірсең, онда сен комментарийдегі адамдар сенің лицоң ғой, по идее, Ысқақ. Это сені отображать ететін адамдар ғой, негізінен. Жарайды, жақсы. Осы сөзіңде тұр. Онда комментарийдағы мұсылмандар, олар исламның лицосы. Келісесің бе? Діндегі адамдардың бәрі ол жақсы емес қой. Мысалы атеизм деген оңайырақ қой діннен гөрі. Мысалы дінде углубляться ету керек та, мысалы кіре беру керек, ана ішінде көп зат бар оқитын. Мысалы буддизм сен мысалы бір деңгейге жету үшін сен ары қарай беру керексің. Сен қара, сен атеизмді оңай деп ойлайсың да, ал дін саған қиын ба? Айтшы. Атеизмде не қиын, айтшы. Жарайды, айтайын не қиын екен. Атеизмде сен бәрін тағдырға ысырып қоя алмайсың. Ойбай, тағдырыма жазғаным сол екен, ойбай, Аллах береді деп отыра алмайсың. Сен барлық өзің істеген іс-әрекеттеріңнің салдары болатынын және сол салдарлардың қандай нәтижеге алып келетінін сен анализдеуге етуің керек. Екіншіден, атеизмде сен өзіңнің санаңдағы сасық ойларыңды, арам ойларыңды шайтан деген үшінші бір образға лақтырып қойып, өзіңнен жауапкершілікті итеріп тастап жүре алмайсың. Сен одан кейін атеизмде сен өзіңді жұбата алмайсың. Ойбай, мен бүйтсем ертең арғы өмірде ананы сөйтем ғой, арғы өмірде бүйтем ғой деген әңгімелерің жоқ сен. Сен атеист деген ол реализм. Реализм саған ауыр тиеді. Сен қазір арғы өмірде өліп қалсаң, жоқ болып кететініңді, одан кейін сенің мына өмір қолыңда бар жалғыз нәрсе екенін түсіну ол саған ауыр. Ал сен ойбай, қазір өлмейміз, өлетін болсам ар жақта хор қыздары келеді, бүйтеді, сөйтеді деген әңгімелер. Ол жеңіл саған. Сен любой моментте барлық нәрсеңді Құдайға жауып, Құдайдың арқасында жүре бересің, тығылып, Құдай мен шайтанның артына тығылып алып жүресің. Сен өзің үшін жауапкершілік ала аласың ба? Мысалы, саған қазір жеңіл болатын болса, айтшы, менің бүкіл жаман ойларым ол шайтаннан емес, өзімнің ойларым деп айтшы ал осы жерде. Ысқақ, неге өйтіп ойлайсыңдар, мұсылмандардың бәрі андай бүйтіп өмір сүреді деп? Жоқ, давай, сені тексерейік. Тұра тұр, сені тексерейік. Сен айтшы, менің бүкіл жасаған жамандықтарым, жаман әрекеттерім, ойлаған жаман ойларым, ол менің өз ойларым, өз әрекеттерім. Оған шайтанның еш қатысы жоқ деп айтшы ал. Шайтанның влияниесі бар деп ойлаймын.
Конечно, сен өйткені өзіңнің арам екеніңді, өзіңнің жаман адам екеніңді, сол жамандыққа толықтай жауапкершілікті өзің екенін сен алғың келмейді. Сен шайтанға итере салғың келеді да, бәрін соған жапқың келеді. Ал сен егер батыл болсаң, атеистер жасаған нәрсені сен жасай алатын болсаң, айтшы ал, мен бүкіл өз әрекетіме өзім жауаптымын. Мен не ойласам да өзім ойладым, не жасасам да өзім жасадым. Жақсылық көрсем өзімнен, жамандық көрсем өзімнен, біреу қылды дегенді шығарамын сөзімнен. Сұлтанмахмұт. Осылай айтшы сен де. Күресесің ғой ойыңмен, Ысқақ, күресесің ғой. Сен күрессең өз ойыңмен күресіп жатырсың. Сен айт, мен жаман ойлар болады санамда. Мен жаман ойлар, ол менің ойларым. Мен онымен өзім күресіп жатырмын. Оған шайтанның қатысы жоқ. Жаман әрекеттер жасадым, оның салдарлары, менің әрекетімнің кесірі қандай да болсын, ол үшін мен өзім жауаптымын. Айт осылай. Ой қайдан келеді? Ой қайдан келеді? Жеңіл болса. Ой қайдан келеді? Ой сенің миыңда, санаңда бар информациялардың жемісі ғой. Сол просто өзінен өзі былай шығып кеткізе ма? Қайдан келеді? Енді сен миыңда болып жатқан процестер ғой. Өзінен өзі просто ойнап жатыр деп ойлайсың ба? Енді сен біліп тұрмын ғой, ақырын бүйтіп сырғып секірейін деп отырсың. Жаңағын айта аласың ба, айта алмайсың ба? Мен секірейін деп отқан жоқпын, просто айтшы, брат. Біліп тұрмын ғой, секіріп қазір. Өздігіне ой қайдан келеді? Тұра тұр, мен сен қазір маршрутыңды сызып бере салайын. Сен қазір бүйтейін деп тұрсың ғой. Ой қайдан келеді? Ол өздігінен пайда бола ма? Ой, оны деген өздігінен ой келмейді ғой. Оны біреу сырттан беріп тұр ғой. Біз оны өзіміз таба алмаймыз ғой. Барлық нәрсенің жаратушысы бар емес па деген сияқты сырғып, ау Шымкентте бір-ақ шығайын деп отырсың сен. Оны қой. Мен саған нақты сұрақ қойдым. Сен бүкіл іс-әрекеттерің мен ойларыңның өзіңнің кесірің екенін, өз ойың екенін мойындай аласың ба, алмайсың ба? Қазір интернет семей қалды айтады. Ойын түсініп тұрмын, Ысқақ, түсініп тұрмын, но айтып тұрмын ғой, ол өзінен өзі пайда болмайды ештеңе деп ойлаймын. Жоқ, әңгімені бұрма. Сен өз жаман әрекеттеріңмен, өз жаман ойларың үшін жауапкершілік ала аласың ба, жоқ па? Мен жауапкершілікті өзім алам. Дұрыс, шайтанды кінәламайсың ғой. Өмір берді. Құдай өмірді берді. Дұрыс, енді айтшы, бұрма. Менің бүкіл жаман ойларым мен жаман әрекеттеріме өзім кінәлімін, шайтанның қатысы жоқ деп айтшы жерде. Айтам, неге айтпаймын? Айт. Ол шайтанның влияниесіне берсем, ол мен кінәм. Шайтанның влияниесі деген жоқ, сен оны қыстырма ол жерге. Сен қалай жоқ деп айтасың? Неге жоқ деп айтасың? Қаяқтан уверенсің? Сен айта алмайсың, себебі сен өз кінәңді біреуге itергеннің ғана адамысың. Мен айтып тұрмын ғой. Это менің решением. Мысалы мен жаман зат істеп қойсам, менің решением. Сол жаман ойға жаман ой да сенікі. Тұра тұр, жаман ой да сенікі. Жаман ой, мен ол келеді, ол маған. Енді келеді емес, менікі. Ол сенікі ол ой, біреудікі емес. Сыртта ешкімді кінәлама. Өзіңнің миың, сенің басың. Ол енді тәрбиеге байланысты, қай үйде өстің, қандай отбасыда өстің, қандай жақсы жерде өстің бе, жаман жерде өстің бе. Мысалы, жаман жерде өстің, соответственно, жаман заттар жасайсың, жаман воспитание алсаң. Ол жаман воспитание қайдан шығады? Жаман жерде жүргеннен кейін, жаман лас жерде, шайтан бар жерде өскен. Егер жақсы тәрбиеде өссең, отбасың таза болса, сен өзің таза болсаң, соответственно, шайтан саған қатты жоламайды. Шайтан, тағы да шайтан. Рахат сендерге әйтеуір біреу тауып аласыңдар ойларыңнан. Бүкіл күнәні итере беретін. Шайтанды андай бір мусорка қылып жасап алғансыңдар да. Соны ойлап тапқан кезде солай ойлап тапқан әдейі жасаған ау деймін Құдай сендерге. Осы шайтанға итере беріңдер жаманның бәрін. Бірақ Ысқақ, мына зат айтшы, 100%-ке гарантия бере алмайсың ғой сен Құдай жоқ екеніне. Конечно, гарантия бере алмаймын. Мен деген андай тоң мойын емес. Не деген ыңғайлы позиция ғой, на самом деле, атеизм деген ыңғайлы позиция емес. Ыңғайлы позиция емес, тыңда. Ыңғайлы позиция емес. Бұл деген, мен саған ойлануға не қалдырып отырмын. Мен сенің имамдарың сияқты, сенің бүкіл воздухыңды жауып, миыңды түрме қылып,
бетондап тастайын деп тұрған жоқпын. Ешқандай басқа сыртқы ойға қалдырмай, тіпті әке шешең ба, жақындарың ба, ешкімнің сөзін тыңдатпай, бетон стенаның ішіне кірдіріп, сені зомби қылайын деп тұрған жоқпын. Бұл ыңғайлы позиция емес, бұл саған еркіндік беретін позиция. Атеист болсаң, сенің Құдай жайлы ізденіп, Құдай бар болып қалсашы деп ойланып, солай қарайтын да мүмкіндігің болсын. Сен өзге ойға ашық бол. Ал сенің имамдарың сені дінге кіргізді да, 4 жағыңды, 6 жағыңды бетондап, енді сен үшін 100% осы, басқа нәрсе туралы ойлама, олардың бәрі өтірік, күмәнданба деп сені ортаңнан бөліп алып, санаңнан бөліп алып, тұншықтырып отырған ол оңай позиция. Ал мен саған мүмкіндік беріп тұрмын. Сен атеист боласың ба? Ойлан, ізден, мүмкін Құдай бар шығар. Құдайыңды тауып ал да, сен Құдай шығып кете бер. Себебі атеизмде біз сендерді андай пайда үшін ұстап отырған жоқпыз да, діндегі сияқты. Дінде сендерді деген жинап алып ұстап отыр ғой, типа діннен шыққандардың бәрі адасқан, олардың жүректері мөрленген, олар сендерді шығарып алуға тырысады, олар сендерді адастыруға тырысады. Ақырет жақындағанда діннен шыққандар көбейеді, діннен шыққандар жамандыққа ұшырайды, шубха деп сендерді кәдімгі жауып ұстап отыр ғой, жабызып аяқтарыңнан тістеп ұстап отыр. Сұрақ қоятын болса, ойбай, ол сұраққа ойланба, мына сұрақты ойланба, аналармен тартыспа, мыналармен сөйлеспе деп сендерге жабысып отқаны күдік тудырмай ма? Ал мен жабысып отқан жоқпын атеистерге, атеизмге де жабысып отқан жоқпын. Мен анаған да мынаған да ойланып қарай аламын да. Ол саған удобный позиция емес, ол саған еркіндік, санаңа ізденіске бір саңлау қалдыру. Сектаға кіргізіп алып, біреуді 100% бәрі дұрыс, 100% деген әңгіме. Мен таңғаламын, 100% деген әңгімені қаяқтан шығарасыңдар? 100% деген әңгіме, 100% бере алмайды ғой дейді. Ғылым 100% жауап бере алмайды дейді. Бірақ аңыздар жауап бере алады екен да, иә? Негізі былай пайыздық соотношениемен алғанда, ол аңыздар 1%-ға да жауап бере алмайды. 1%-ға жауап бере алмайды. Ғылым әйтеуір 60-70%-ға дейін шамасы келгенше зерттеп, терлеп шығып барады. Бірақ бұлар абсолютпен категориялармен сөйтіп төмендеткісі келеді да. 100% жауап бере алмайды ғой дейді, бірақ аңыздары жауап бере алады екен да, олардың 100%. Аңыз әңгімелері жауап бере алады екен, 100%. Мен де сет ұстамай алды. Этот Ысқақ, мен просто айтып тұрғаным, мен кіргенім, мен ондай саған доказать етіп не істеп жатқан жоқпын. Өзімнің немді выборымды. Просто мен доказать етпе, сені 100%, біздің сенім 100%. Адамды қосасыңдар да? Жоқ, біздің сенім 100%, бізден басқалардың бәрі адасушы дегендерден қорқ. Скорее всего, ол секталар. Ол әрине, ол, конечно, мен саған не істеп жатқан жоқпын. Просто айтып тұрғаным этот, анда ақмақ мұсылманды қосып аласың да, ойнап отырасың, угорать етіп оларға. Сен ақылды мұсылмансың ба, ақмақ мұсылмансың ба? Мен ақмақ мұсылман. Мен сені қосып алдым, мен сені қосып алдым ба? Жоқ, мен саған просто айтқым келгені сол, андай ақмақ мұсылмандарды жинап, мына жақта өзі жинап дегенде мен сені шақырдым ба? Мен айтып тұрмын ғой, мен сол айтайын деп жатырмын. Анау енді қараш, мен сені шақырдым ба деп айтасың да, анау провокационный жазып қойғансың да. Енді өзіңнің ақымақ екеніңді білсең, менің ақымақ мұсылмандарды жинап алып мазақ қылатынымды білсең, немене кіріп тұрсың? Мен сол айтып тұрмын, зачем это делать провокационно? Зачем это делать деген, сен соған қазір контентке үлес қосып отқаныңды білесің ба? Ертең запись болып шығады ғой сенің әңгімең. Басқа описание. Да без проблем. Енді сен өзің қара, өзің соған үлес қосып отырып, сен или менің актерімсің ба, мен саған ақша төледім ба, сен осы нәрсеге үлес қосып отырып, өзіңді өзің кіргізіп, сен мазохистсің ба, кімсің? Қарашы, этот комментарий мысалы этот, сен достарың ба, этот, кімдер алар? Бұл 350 теңге алады әр эфирге, бұл жалданған боттар. Комментарий жазып, осылай эфирде отырады, 350 теңгеден төлейміз. Жоқ, мысалы, мен мұсылман болмасам да, мысалы, біреу кеп мұсылман болмаса да, Құдай бар екен сенетін адам келсе, мысалы, ол Құдай бар дейді, сен жоқ дейсің. И сенде де аргумент жоқ, ода да аргумент жоқ қой, онда смысл не? Бар аргументтер, просто оқу керек та оны. Қандай аргумент айтшы? Құдайдың жоқ, қандай аргумент? Сонда сен аргументсіз Құдайға сеніп кеткенін мойындап отырсың ба?
өзінен өзі қалай пайда болады оның бәрі. Жоқ, сен сонда сен аргументсіз Құдайға сеніп кеттің ба? Соқыр? Мынау соқыр деген ол зачем это говорить? Жоқ, соқыр сенім дегенді білесің ба? Яғни ешқандай дәлел сұрамай, ештеңе сұрамай, соқыр сеніп жүрсің ба? Мысалы, сенің де айтып отқан, сен білесің ба, Ысқақ, сен қазір әрбір сұраққа жауап берші. Сен Құдайға белгілі бір себеп аргументтермен сеніп жүрсің ба, жоқ? Біздің тілді де, біздің сөйлеп жатқан сөйлемімізде, өтірімізде де біреу шығарды ғой, бір адам. Ауыл адамға біреу үйретті. Сен мысалы қарашы, сұраққа жауап бермедің. Сұраққа жауап бермедің. Сұраққа жауап берші. Сен Құдайға аргументпен, дәлелмен ізденіп келдің бе, жоқ соқыр сеніп жүрсің ба? Ол сенім деген андай, білмеймін, сенім ол былай просто так сене салу деген ол өтірік қой. Сенім деген енді онда сен просто так сене салған қылып айттың ғой жаңа бәрін. Оларда да аргумент жоқ, сенде де аргумент жоқ. Аргументің жоқ болса, сен просто так сеніп жүрсің ғой? Жоқ, Құдай бар дегенге просто қалай айтсам болады, просто тауға немесе бір көшеге шық та, бір білмеймін, күн жақсы болып тұрса, немесе жаман болып тұрса да бір андай момент сезінесің ғой, мен тірімін, неткен андай бір оңай емес қой, қалай ол сен оны Құдайға сеніп алғансың, сен оны Құдайға сеніп миыңды шайып алғансың, сосын сезіне бастайсың, а так сезіне алмайсың оны. Может, сода вопрос? Сен сезіне алмағандықтан Құдай жоқ деп айтасың. Дұрыс қой, короче, қара. Біз айтамыз, мен сені бүйтем да, мен сені бір пирамидаға кіргізем. Бауырым, пирамидаға кіріп ал, тұра тұр. Ой, не қыласың басқаның бәрін? Кіріп ал, содан кейін көресің қызықтың бәрін. Пирамидаға кіріп, бұл пирамиданың ақиқат, осы пирамидада ешқандай мін жоқ екеніне кіргізіп алғаннан кейін мен сені бүкіл дүниеңді сыпырып алмаймын ба, рахат емес па? Миыңның бәрін шайып қойдым. Енді сен бұл пирамидада ешқандай жамандық жоқ деген түсініктесің де. Енді мен саған үйіңді сат, почкаңды сат десем де, ол жақсы әрекет екен деп сатып маған әкеп бересің. Бірінші кіргізіп аласың. Ал егер сен пирамидаға кірмей тұрған кезде мен саған, бауырым, бұл пирамидаға негізі сен үйіңді сатып, почкаңды сатып беруің керек десең, сен ол кезде кірмей тұрғанда сен шошисың. Ал мен сені кіргізіп, миыңды шайып, одан кейін бүкіл неңді дайындап қойғаннан кейін, яғни бұл пирамидада ешқандай жамандық жоқ. Бұл пирамида тек мені жақсылыққа бастайды деп миыңды шайып тастағаннан кейін, келесі жолы ішінде сен уже үйіңді де сатасың, почкаңды да сатасың, машинаңды да сатасың, ақшаның бәрін маған әкеп бересің. Оның бәрін жақсылық деп ойлайсың, ал қайтарымы ертең арғы дүниеде аласың. Сыртта жүрсең, сен сыртта жүрген кезде осыны айтсам, сен кірмей қойшы едің да. Сол үшін сені кіргізіп алып, содан кейін шаю керек миыңды. Онда маған қызығы, оны не үшін өмір сүріп жүрсіңдер, атомистер, вот реально маған қызық. Мысалы, сендер үшін по идее смысл жоқ қой бұл өмірдің, реально бұл. Зачем өмір сүріп, арманың қара, мынандай бар. Қазақта мынандай сөз бар. Тыңдаса, қазақта мынандай сөз бар. Оның бәрі саған да керек жоқ, егер соны смысл деп қарайтын болсаң. Қара, мынандай сөз бар қазақта. Шайнап берген ас болмас дейді. Содан кейін жетектеген ит аңға жарамайды дейді. Сендер бір арабтар сенің өміріңнің смыслын жасап берген болса, соны шайнап берген болса, ол ас болмайды саған. Смыслды сен өзің шығар. Сен басың бар ғой, ойлан, сенің өмірің бар, айналаң бар, өскен ортаң бар, қоғамың бар, мәдениетің бар, кәсібің бар, отбасың бар. Сен ойлан, сен смыслды өзің тап. Саған арабтар шайнап берген нәрсе саған ас болмайды, смысл болмайды. Сені жетектеп арабтар ертең смыслға апармайды. Сен өз смыслыңды өзің тап. Бүгінгі күніңнің смыслын өзің тап. Бір жылыңның, айыңның, өміріңнің смыслын. Саған біреу неге тауып беру керек оны? Біреудің құдайы саған смысл бола ма? Алло. Біреулер жасамайды ғой саған смыслды, өзің жасасай. Да, сен үшін смысл просто тиктокта отыру ма? Дәл қазір, иә. Дәл қазір, иә. Бұл менің тапқан смысл да. Сенің смыслың не дәл қазір? Мен үшін Құдайдың жолында болу. Құдайдың жолында бол деп саған кім айтты оны? Сол исламмен жүремін мен. Өзің шештің ба оны? Мен түсімде де көрдім. Операциядан кейін де көрдім. Наркоз уақытында да көрдім.
Конечно, көре бересің. Миыңда бар информацияны көресің, жоқ информация көрмейсің. Бүйтіп жазуға болмайды вообще. Провокационный вопрос, тупо угорать, білімсіз адамдардың сыртынан угорать. На самом деле, сен ғой бұл жерде образ, жақсы адамның образы, бірақ артында күліп ойнақтау ғой негізінен қарап тұрсаң. Күлдіру өнер, күлкі болу өлім дейді. Күлдіру мүмкін өнер шығар, бірақ күлкі болмауға тырысу өздерінің қолдарында ғой. Сендерді ешкім тілдеріңнен сүйреп сандырақ айтқызып жатқан жоқ. Имамдарыңды ешкім мәжбүрлеп пистолет тақап сандырақ айтқызып жатқан жоқ. Имамдар сендердің діндеріңді күлкіге айналдырған солар. Бүкіл жерде қазір видеоларын көр, әңгімелерің болса имамдарға айтыңдар сол. Имамдар бүкіл сандырақ ертегінің бәрін айтып, аузындарына келген неғып уағыз шығарып. Енді сол обычный адамдар сендердің іштеріңде жүріп, сендер байқамайсыңдар ма? Сендер атеистермен емес, іштеріңде жүрген атеистердің агенттерімен күресу керек деп ойламайсыңдар ма? Сендердің діндеріңді күлкі қылып жатқан имамдар ма, жоқ атеистер ма? Әрине имамдар. Имамдар сендердің діндеріңді күлкіге айналдырып отыр. Білімсіз имамдар да бар, оларды тауып тастау керек. Түземейсіңдер ме солармен? Соларды айтпайсыңдар ма, солармен айналыспайсыңдар ма? Мен айтып тұрған жоқпын ғой, имамдардың бәрі не? Сен білімсіз деп айта алмайсың, сол жаңағы сен білімсіз деп отырған сандырақ айтқан уағыздар анау высший Әлиасқарды бітіріп келген ненің Нұрмұбарактың докторант магистрлары, сен соларды білімсіз деп айтып көр, барып діннің әңгімесімен сені жағыңды аштырмай тастасын. Сен осы жерде қорғану үшін ғана айтып отырсың ғой, типа олар білімсіз, анау мынау деп. Ешқайсысы білімсіз емес. Ана пайғамбардың сідігін ішіп қойды деген уағызды айтқан Әлиасқарды бітіріп келген. Анау қолынан су шығарды деген ол да Әлиасқарды бітіріп келген. Бәрі Египеттен сырттан діни білім алып келген, араб тілін білетін Нұрмұбарактың ұстаздары бәрі. Кімді айтып отырсың білімсіз деп? Сонда ұстаз сен түпкі мақсатың сонда мұсылмандар, мысалы бізді қазақ мұсылмандарды атеист қылу ма или атеист боламайсың сен. Атеист болмай-ақ қой. Сен өзіңнің ішіңде түзе, жамағатыңды түзе, өзіңді түзе. Өзің соқыр сенбе, біл, неге сеніп жүрсің, қалай сеніп жүрсің, дінің не айтып жатыр, имамдар не айтып жатыр. Имамдардың айтқан сандырағының бәріне сене берме. Имамдар әйтпесе сол сандырағының ішіне ұлтқа тілге қарсы әңгімені қосып жегізіп жатыр, соны да жұтып қойып жатыр адамдар. Сыни ойла, жан-жақты бол, әрбір адам философияңды зертте, жан-жақты біліммен айтсайшы. Дініңнің хотя бы базасын біліп алсай. Енді білім шектелмейді ғой. Сен даже Құранды оқымағансың. Сен даже Құранды оқымағансың. Енді мен оқыдым деп тұрған жоқпын ғой. Бірақ та қасиетті кітабың бар. Бұл жерде мәселе Құдайға өміріңнің мәні болып тұрған діннің, өміріңнің мәні. Қара, сен маған айттың да, маған діннен басқа ештеңе жоқ деп айттың бағана. Діннен басқа ештеңе жоқ дедің, өмірімнің мәні дін дедің. Сол өміріңнің мәні болып тұрған, сен үшін бүкіл әлеміңді құрап тұрған дініңнің бір кітабын оқымасаң, сенен қалай әңгіме айтасың? Бір ғана кітаптарың бар қасиетті. Соны оқымасаң сен. Құдай ғой ең бастысы. Құдай ғой, мен дінсіз де Құдай туралы әңгіме айта аламын ғой саған. Айта алмайсың. Дұрыс па? Айта алмайсың. Неге айта алмайсың? Дәл қазір сен айта алмайсың. Себебі сенің сеніп отқан Құдайың ол образы бар, өзінің айтқан әңгімелері бар, уәделері бар, сөзі бар Құдайда. Сен егер Құдайдың сөзін, образдарын алып тастаймын десең, айта аласың. Бірақ сен оны алып тастаймын деп айта алмайсың ғой қазір. Сен ол Құдайдан бас тарта алмайсың ғой, сен общий Құдай туралы. Жаз қойыпты да, ерген жексен деймі? Дымын қалдырмадың ғой деп. Мен білімді мұсылман емесің ғой, білімді мұсылмандар кесе тоже білім туралы әңгіме айтып отырмыз ба? Мысалы, білім туралы мен саған білім туралы бір ауыз сөз айттым ба? Құдайды қорғаштап отырмын. Жоқ, мен саған білім қажет ететін бір ауыз сөз айттым ба? Жоқ, Қалдыбай айтшы. Қалдыбай ма, Қалдыбек па? Жоқ, айтқан жоқсың. Мен Қалдыбай, енді қара, енді сен сонда онда неге өзіңді білімсізбін деп өтірік төмендетіп отырсың? Мен саған білім туралы бір ауыз сөз айтқан жоқпын ғой. Білімді қажет ететін бір ауыз сөз айтқан жоқпын мен қазір. Өтіріктен білімсіз мұсылман, ақымақ мұсылман деп өзіңді төмендетесің да, на самом деле мен элементарный нәрсе айтып отырмын. Кәдімгі қарапайым, сен де көрген, мен де көрген, көзге кез келген көшедегі адам айтатын әңгімені айтамын да.
сол әңгімені сендер өтіріктен қашасыңдар. Ойбай, білім керек, білім керек. Мен білім сұраған жоқпын, сен ешқандай білім қажет ететін әңгіме айтқан жоқпын. Құдайды қорғап отырмын ғой мен, Құдайды. Құдайды қорғаған жоқсың, құдайың атака жасаған жоқпын ғой, әлі Құдай туралы ештеңе айтпаған. Общий дүние, жалпылама жұрттың бәрі білетін әңгіме айтып отырмын да. И сен логикаңды қосып пікіріңді айта алмайсың. Құдай жоқ деп үлкен әріппен жазылып тұр. Құдай жоқ деп үлкен әріппен жазылып тұр ғой. И шын ғой, мына жаққа білімсіз мұсылмандар кіріп алады да кірмеңдерші вообще мына жаққа. Саған не білім керек? Саған сонда элементар сонда білімсіз мұсылман деген қара. Мен сенен истауа деген мәселе сұрап отырмын ба? Мен сенен истихара деген сияқты бірдеңелер сұрап отырмын ба? Мен сенен діни термин сұрап отырмын ба? Мен сенен даже иманның шартын да сұраған жоқпын, ештеңе сұраған жоқпын, дін туралы әңгіме айтқан жоқпын. Просто өйтіп өтірік қашпасаңдаршы. Білімсіз мұсылман деген мынандай мәселеде айтсаң болады, қара. Білімсіз мұсылман дегенді мынандай жерде қолдансаң болады. Мен саған дін туралы, Құран туралы, хадис туралы айтып, сол жерде сен білмей қалсаң, сол кезде қолдансаң болады. Мен саған ондай ештеңе айтқан жоқпын, ол сенің қашатын жерің емес. Мен кәдімгі элементарный қарапайым әңгіме айтып отырмын. Сен мұсылман туралы, ислам туралы айтқан жоқпын саған ештеңе. Енді айтып тұрмын ғой, мен де Құдай бар деп келіп тұрмын саған, сол үшін алып таста деп. Ал сен маған Құдай жоқ дейсің, болды ғой, бітті ғой. Жоқ, мен саған бағана айтып түсіндірдім да, сен атеистер анау мынау дедің. Сен өміріңнің бәрін, күнәңнің бәрін шайтанға лақтырып жіберетініңді түсінбедің мысалы. Сені кіргізіп алған діндегілер 100% біздікі дұрыс, басқалардың бәрі адасуда, ешкімді тыңдама, ойлама, қашпа деген сияқты сені миыңды мақтап ұстап отқанын түсінбедің әлі. Мысалы, мен саған соны ғана айттым.